Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 3 класс. Бүгін мамырдың 14-і, 14 мая. Сабағымыздың тақырыбы ұландар мерекесі, жеңіс күні. Балалар, пишем дату и тему. Ұландар мерекесін біз 2 мамыр күні тойлаймыз. Ал жеңіс күнін 9 мамыр күні тойлаймыз. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. У нас новые слова. Ұландар, отан, қорғайды, шекара, жеңіс, жауынгер, ұмытпау, жау. Өте жақсы, балалар. Енді осы жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Пишем новые слова. Ұландар, воины, отан, родина, қорғайды, защищает, шекара, граница, жауынгер, воин, жеңіс, победа, ұмытпау, не забыть, жау, враг. Енді балалар, барлығымыз бірге осы мәтінді оқимыз. Давайте вместе прочитаем данный текст. 7 мамыр ұландар күні. Ұландар отанды қорғайды. Воины защищает родину. Ұландар батыр. Воины храбрые. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Воины охраняют границы Казахстана. Біз оларды мақтан тұтамыз. Мы гордимся ими. Бұл күні біз атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтаймыз. В этот день мы поздравляем нашего дедушку, папу, брата. Олар қашанда отан қорғауға әзір. Они всегда готовы защищать родину. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. С днем защитника Отечества. 9 мамыр жеңіс күні. 9 мая день победы. Жауынгерлер отанды жаудан қорғады. Воины защищали родину от врага. Олар 4 жыл соғысты. Они сражались 4 года. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Сергей Луганский, Мәншүк Маметова, Алия Молдағұлова, жауынгер батырлар. Воины герои. Олар жеңіске жетті. Они победили. Ұлы жеңісті адамдар ұмытпайды. Люди никогда не забудут великую победу. 9 мамырда мәңгілік алауға гүл қоямыз. 9 мая возложен цветы вечному огню. Мәңгілік алау, вечный огонь. Өте жақсы, балалар. Енді мәтін түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмаға сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Ұландар не істейді? Ұландар мерекесі қай күн? Ұландар Қазақстанның несін қорғайды? Бұл күні біз кімдерді құттықтаймыз? Жауынгерлер неше жыл соғысты? Қандай жауынгер батырларды білесің? Екінші тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін сәйкестендір. Вы должны соединить слова, у вас получится словосочетание. Мысалы, бірінші жеңіс күні. День победы. Жеңіс күні. Бір ба. Екіншісі ше. Өзіміз құрастырамыз. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Окончание, қосымша, окончание. Ұлы отан соғысы 4 жыл жүрді. Алғанын өзіміз жасаймыз. Дальше вы сами. Үйге берілген тапсырманы маған жібереміз. Осы видеороликте көрсетілген тапсырмаларды маған WhatsApp'тан жібереміз. Я буду ждать, ребята.
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.